Мадина Садуақасова, қазақстандық поп әнші, Жас қанат жастар байқауының жеңімпазы, Қызылорда облысының жыл адамы, тележүргізуші. 1999 жылы президенттік оркестр мен Гүлдер ансамблінің солисті болған. Сонымен қатар дипломды психолог. Қайырлы таң, Мадина, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Бүгінде сіз бір үйдің келіні, аяулы жар, ардақты анасыз. Сіз елден бұрын ерте тұратын шығарсыз. Және де таңды қалай қарсы аласыз жалпы? Қазір өзгерген шығар енді. Әр кезде әр қалай, бірақ негізі ерте тұруға үйреніп қалды етім. Ол да болады екен. Кішкентай бала болғаннан кейін ол ерте оянады. Ол таңғы 5-те тұруы мүмкін, 8-де тұруы мүмкін. Сол баламен бірге тұрамыз. Концерттен кейін кешігіп, немесе шаршап, ұйықтайсың, ешкім мазаламайды, ешкім ұрыспайды, ешкім ештеңе демейді. Сондықтан сондай бір мен ерке келінмін деп айта аламын толықтай. Жалпы Мадина Садуақасова қандай келін деп енді сұрайын деп жатқам, толығырақ айтып берсеңіз осы туралы. Енді менің негізі достарым, жақындарым менің үйіме келген кезде мен енемен тұрам, екі қайнымен тұрам. Қонаққа келген кезде таң қалады. Сәлем саласыз ба? Сәлем салам. Күнделікті. Бірақ күнделікті салам. Қонақтар келген кезде ғана әдісін жасайды. Үлкен кісілер келген кезде орамал міндетті түрде сәлем саласың. Енді ол менің ойымша қайта жақсы сияқты. Батасын аласың. Өзіңде жақсы сезініп жүресің, басында орамал болса. Үйдегілер түсінікпен қарайды, ең бастысы шығармашылықтың адамы. Өйткені үйдің барлығы, үйдішілердің барлығы өздері сол шығармашылықта, өздері телевизия саласында, кино саласында. Сондықтан сондай бір жақсы отбасына менің өнерімді, менің жұмысымды, менің мінезімді, менің жалпы болмысымды түсінетін отбасына түстім. Сол әрине өте қуантады мені. Керемет. Жалпы Мадина, жаңа жылды қалай қарсы аласыздар? Жылда бұл жылы қалай қарсы алдыңыздар? Кіммен қарсы алдыңыз? Отбасымен қарсы алдым. Өйткені жаңа жыл отбасылық мереке. Осы уақытқа дейін мен міндетті түрде жаңа жылды мен жұмыста қарсы алуым керекпін деп айтатынмын. Және де тура солай болатын. Білмеймін, осы соңғы 2 жыл ғана шығар, тек қана сол үйде, отбасымен. Үйде отбасымен қарсы алған жаңа жылдың қандай ерекшелігі бар екен? Аяз ата мен ақшақар келеді, кішкентай балаңа. Және де жаңа жылға дейін енді салат турайсың, дайындаласың өзің. Аспазшы боласың. Енді бірақ жаңа жыл болған кезде барлықтарымыз отыра қаламыз, қарсы аламыз. Елбасымыздың сөзін тыңдаймыз. Жаңа жылды бағдарлама қарайсыздар. Жаңа жылдық бағдарламаны балам кәдімгідей танып алған мені. Теледидардан көрсе, мама, есім білгелі бері теледидардан дауысымды, жаңағыдай бет әлпетімді, барлығын түрімді білет, танып алған. Сондықтан қуанат өзі көрген кезде мама. Негізі жаңа жылға сыйлық алдыңыз ба? Және өзің сыйладыңыз ба біреуге? Әрине сыйладым. Ең бастысы әрине тізім дайындап қоясың жаңа жылдың алдында. Міндетті түрде. Енді ол кісі ең бірінші болып тұрады. Содан кейін өзіңнің жақындарың, туысқандарың, менің де мама, папам бар Қызылордада. Қызылордаға кәдімгідей Аяз ата болып үлкен сыйлықтар жібересің. Ол жерде өйткені біздің кішкентай Садуақасовамыз бар. Менің ата-анамның айтпақшы екінші немересі, біріншісі менің ұлым болса. Сол қызға енді сыйлықтар көп әрине дайындайсың. Ал енді өзің де қабылдайсың сыйлықтар. Көп сыйлықтар, өйткені өзімнің жақындарымнан да, жолдасымнан да сыйлықтар жасалып жататын міндетті түрде. Ал енді көрерменнің де, тыңдарманның да сыйлықтары тоқтамайды. Түрлі мысалы кішкентай балдар өздерінің қолдарымен жасаған бұйымдарды жеріп жатады. Үлкен апалар жаңадай жаңа жылың құтты болсын, айналайын, беркеш мен саған жаңа жылда бір өзімнің бір тілегімді айтып жіберейін да дейді, тағы да бір баланы дүниеге әкел, бір баламен тоқтама, шығармашылығың өрлей бер, осындай әдемі болып жайнай бер. Ал енді мына менің өзімнің білезігім, менің жолымды берсін деп, енді түрлі сыйлықтар енді өте көп. Әрине қуантады. Еркелеп жүресің, сыйлықтарды қабылдап, баталарды алып, еркелеп жүргенге не жетсін? Осылай еркелеп жүре беріңіз. Енді жалпы осы өткен жыл сіз үшін
несімен ерекшеленді? Сіздің отбасыңызға, шығармашылығыңызда қандай өзінің ерекшеліктерімен есте қалды? Барлық Қазақстан үшін өткен жыл бір ерекше жыл болды деп айта аламын. Өйткені қазақ хандығының 550 жылдық тойланды. Барлығымыз да сол үлкен мерекеге кішкентай болса да үлесімізді қостық, концерттерде ән шырқадық. Ал енді менің жеке өз басыма келетін болсам, мен жаңағыдай демалыстан кейінгі, декреттік демалыстан кейін шығып сахнаға оралдым. Көптеген жаңа әндер жаздым. Қайтадан ортама қосылдым деп айтуға болады. Көптеген жаңалықтар болды, өте жақсы жыл болды деп айта аламын. Ал енді осы жылдан да Ешқандай өкпе жоқ дейсіз. ешқандай өкпе жоқ, тек қана ризашылық. Ал енді осы жылдан, жаңа жылдан енді басталып жатыр ғой. Әрине күтер сыйым да көп, және де жоспарда көп. Өйткені менің шығармашылығымның 20 жылдығы. Сондықтан да көптеген дүние жұмыс жасалу, атқарылу керек міндетті. Енді оның бір кішігірім бөлігін білсек бола ма? Осы ары қарай жалғастырып жіберсек осы тақырыпты. Оны мен келесі сіздердің бағдарламаларыңызға келген кезде айта салайыншы. Өйткені былай жазылып тұр да, оның барлығы іске ассын, орындалсын, немесе жайлап жүргізілсін. Содан кейін жайлап айта беруге болады. Дегенмен концерт беруге деген ойыңыз бар ма? Концерт беру ең басты мақсат. Осы уақытқа дейін мен тек қана сол бір-ақ рет 4 жыл бұрын Астанада бейбітшілік және келісім сарайында берген болатын концерт. Ал үлкен, кәдімгідей масштабты, көлемді концерт әлі берілген жоқ. Сол 20 жылдықта осы жылы Құдай қаласа өткізем ба деген үлкен жоспар бар. Міндетті түрде орындалуына тілектеспіз. Рахмет. Жарайды, онда енді барлық жоспарды ашып айтпай қойық, дегенмен қайтадан отбасы мәселесіне оралғым келіп жатыр. Сіз сахнада жүрген кезде ұлыңызға кім қарайды? Осы уақытқа дейін бір рет күтуші дегенді біз шақырмаппыз. Ең бірінші перзентханадан шыққан кезде менің анам 3 ай бойы қараған болатын, өзінің әжесі. Содан кейін біз Алматыда болған кезде тек қана сол біздің туысқандарымыз. Ал дәл қазір менің енемнің, деп айтуға болады, туған сіңілісі, біздің апайымыз, екінші апа деп айтады, өзі балада үйреніп алып, екінші апасымен үйде отыр. Дәл қазір. Біздерді тамашалап телеарнадан. Жақсы, енді қазір ол қылықтары, тәтті қылықтар шығарып келе жатқан шығар, болашақта жалпы балабақшаға беру деген ойларыңызда бар ма? Әзірше әлі енді кішкентай, 2-ге толған жоқ, кішкене өссін, қатайсын, міндетті түрде әрине, ол көпшілікпен араласу керек. Әндер жаздым дейсіз. Қазір енді байқасақ, талғамыз кішкене өзгерген бе ән таңдағанда? Заманға сай дейді. Заманауи әндер. Айдарбек Рысбектің әндерін орындап, сол жас сазгермен жұмыс жасағандықтан сәл басқашалау бұрынғылардан да. Әрине ол байқалады. Бірнеше жаңа ән жасап, жұмыс жасадық. Әлде де жұмыс жасап жатырмыз. Біздің алғашқы бағдарламамыздың алғашқы саны шығып отыр осы жылдағы. Дәл осы таңда сіздің көрермендерімізге деген ақ тілегін тыңдасақ. Баршаларыңызды осы келген, жаңадан келген 2016 жылмен тағы да құттықтағым келеді. Жаңа күн бағдарламасы өте сондай бір жылы, сондай бір ерекше бағдарлама. Ұзақ ғұмыр тілегім келеді. Сіздерге, жүргізушілерге шабыт тілегім келеді, шығармашылық табыстар. Ал енді барша осы бағдарламаның көрермендеріне осы жыл тек қана бақытты жыл болсын, сәтті жыл болсын. Барша ойлаған ойлар, жоспарлар іске ассын осы жылда. Тек қана бақыт тілеймін. Сізге көп рахмет, Мадина. Біз де сізге өзіміздің атымыздан творчестволық табыс тілейміз. Елімізге үлгілі келін, аяулы жар, ардақты ана болып жүре беріңіз. Үлкен рахмет. Сонымен қатар керемет әнші болып та жүре беріңіз. Үлкен рахмет сіздерге. Ал қымбатты көрермен, жаңа күн бағдарламасы әрі қарай жалғасады.